Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өздеріңізбен өте дәмді әрі ерекше ташкентский шай, бір жақтарда бұны махаббат шайы деп аталады. Осындай шайдың рецептімен бөліскелі жатырмын. Арнама егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Шайымызды жасалу жолын кірсек, шайнегімізге лимонның 2-3 тілігін тіліп саламыз. Оның үстінен мята саламыз. Менде мұнда қатырылған мята. Оның үстінен балымызды саламыз. Егер сіздерде бал болмаса, науат салсаңыздар болады. Осының үстінен көк шайымызды және қара шайымызды саламыз да, сақырлап қайнап тұрған суымызды құямыз. Қақпағын жауып 1-2 минутқа қоямыз. Біздің мұнда шайымыз дайын болды. Үстінен жаңағы қайнап тұрған судан, кипятоктан құйып отырып іше берсеңіздер болады. Өте керемет, денсаулыққа пайдалы шай. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәмді ас, астарыңыз дәмді болсын.